Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен жұмыссыздық және оның түрлері тақырыбын қарастырамыз. Бірінші кезекте біз сіздермен халық құрылымымен танысып өтейік. Жалпы елдегі халық негізгі екі топқа бөлінеді. Экономикалық белсенді халық, және оны біз жұмыс күші деп атаймыз. Экономикалық белсенді халыққа 16 жастан жоғары зейнет жасына дейінгі адамдар кіреді. Екінші топ экономикалық белсенді емес халық, немесе біз оларды жұмыс күшіне жатпайтындар деп те атаймыз. Экономикалық белсенді емес халыққа 16 жасқа жетпеген 16 жасқа толмаған жасөспірімдер, зейнетке шыққан қарттар, және де үй шаруашылығымен айналысып жұмысқа шықпайтын азаматтар, және де арнайы мекемедегі, мысалы үшін түрме немесе жүйке жүйесі ауруларын емдеу орталықтарындағы жұмысқа жарамсыз адамдар жатады. Экономикалық белсенді халық өз кезегінде екі топқа бөлінеді. Ол жұмысбастылар және жұмыссыздар. Жұмысбастылар деп белгілі бір келісім шарт негізінде жұмыс істейтін, жалақысы бар адамдар жатады. Сонымен қатар жеке кәсіпкерлікпен айналысатын адамдар жатады. Және өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз ететін, мысалы үшін таксимен айналысатын, такси қызметтерін көрсететін адамдар осы жұмысбастылар қатарына кіреді. Жұмыссыздар дегеніміз кімдер? Енді қарастырып өтейік. Жұмыссыздар деп біз келесі үш сипаттамаға сәйкес келетін адамдарды айтамыз. Жұмыссыздар дегеніміз бірінші кезекте жұмысы жоқ адамдар, және жұмыс істеуге ынтасы бар, жұмысқа жарамды адамдар, және белсенді жұмыс іздеп жүрген адамдарды біз жұмыссыздар қатарына жатқызамыз. Егер де адамның жұмысы жоқ болып, бірақ ол жұмыс іздемей жүрген болса, бұл адамдар жұмыссыздар қатарына жатпайды. Жұмыссыздық деңгейін біз қалай есептей аламыз? Жұмыссыздық деңгейін есептеу үшін біз келесі формуланы қолданамыз. Жұмыссыздық деңгейі тең жұмыссыздар санын біз бөлеміз жұмыс күшіне. Біздің мысалымызда жұмыссыздар саны 0,7 миллион адам, біз оларды бөлеміз жұмыс күші 8 миллион адамға. Алдымыздағы мысалдағы жұмыссыздық деңгейі сонда 8,75%-ға тең болады. Жалпы экономикада жұмыссыздықтың келесі түрлері белгілі. Ол кезеңдік немесе циклдік жұмыссыздық, фрикционды немесе уақытша жұмыссыздық, құрылымдық жұмыссыздық және маусымдық жұмыссыздық. Енді осы жұмыссыздық түрлерін толығырақ қарастырып өтейік. Бірінші кезекте кезеңдік жұмыссыздық. Сіздер білесіздер, жалпы экономика циклды дамиды. Егер де біз X өсінен уақытты белгілесек, ал Y өсінен жалпы ұлттық өнім көлемін белгілейтін болсақ, мына көк сызық ол біздің әлеуетті потенциалды жалпы ұлттық өніміз. Бірақ кейбір жағдайда біз экономикалық өсу кезінде көбірек өнім өндіреміз, экономикалық дағдарыс кезінде азырақ өнім өндіреміз. Демек, осы экономикалық дағдарыс кезінде пайда болған жұмыссыздықты біз кезеңдік немесе циклдық жұмыссыздық деп атаймыз. Ол мына құлдырау, депрессия кезеңдерінде пайда болады. Себебі экономикалық дағдарыс кезінде жұмыс орны саны жұмысшылар санынан аз болады. Демек, экономикалық дағдарысқа байланысты пайда болған жұмыссыздықты біз кезеңдік немесе циклдік жұмыссыздық деп атаймыз. Демек, экономикалық өсу кезінде кезеңдік жұмыссыздық болмайды. Жұмыссыздықтың келесі түрі фрикционды жұмыссыздық деп аталады, немесе уақытша жұмыссыздық. Бұл мысалы үшін, егер де адам өзінің тұрғын орнын ауыстырғысы келсе, Алматыдан Нұр-Сұлтанға көшетін болса, ол Алматыдағы жұмыс орнын тастап, және Нұр-Сұлтанда жаңа жұмыс тапқанша ол уақытша жұмыссыз болады. Фрикционды жұмыссыздықтың ұзақтылығы әдетте 1-3 ай болуы мүмкін. Немесе фрикционды жұмыссыздыққа біз жаңадан жоғарғы оқу орнын бітірген жас мамандарды жатқызамыз. Олар жоғарғы оқу орнын бітіріп, жаңа жұмыс орнын тапқанша уақытша жұмыссыз болады. Немесе адам өз еркімен жұмыс орнын тастап, өзінің жаңағы қажеттіліктеріне сай, талғамына сай, жалақысы жақсы, жұмыс шарттары жақсы жұмыс орнын тапқанша уақытша жұмыссыз болуы мүмкін. Осындай категориядағы адамдарды да біз уақытша немесе фрикционды жұмыссыздық қатарына жатқызамыз. Келесі жұмыссыздық түрі ол құрылымдық жұмыссыздық.
құрылымдық жұмыссыздық дегеніміз ол белгілі бір саладағы жаңағы өндірістегі жаңа техниканың немесе технологияның ендірілуіне байланысты өзгерістерден туындайтын кейбір ескі мамандықтарға сұраныс төмендеуі мүмкін. Жаңа мамандық иелеріне сұраныс өсуі мүмкін. Демек, осы технологиялық өзгерістерге байланысты осы саладағы еңбек нарығындағы сұраныс және ұсыныс құрылымдарының өзгерісінен туындайтын жұмыссыздықты біз құрылымдық жұмыссыздық деп атаймыз. Мысалы үшін, егерде бұрындары көптеген компанияларда ақпарат беру үшін арнайы мамандар жұмыс істейтін болатын. Қазіргі таңда жасанды интеллект енгізу арқылы осы мамандарға деген сұраныс азайды. Қазір көптеген ақпаратты жаңағы телефон арқылы бізге жасанды интеллект хабарлама беру арқылы бізге қажет ақпаратты береді. Немесе көлік өндірісі саласында, егерде бұрындары көлік өндіру процесінде жұмысшылар қатысатын болса, қазіргі таңда көлік өндірісі процесінің көптеген процестері автоматтандырылған, роботтар қолданады, соның салдарынан жұмыс күшіне адамдарға деген сұраныс азайды. Осындай жұмыссыздықты біз құрылымдық жұмыссыздық деп атаймыз. Келесі жұмыссыздық түрі маусымдық жұмыссыздық деп аталады. Ол жыл ішіндегі маусымдық өзгерістермен байланысты туындайтын жұмыссыздық. Мысалы үшін, ауыл шаруашылығында қыс мерзімінде өндіріс процестері жүзеге аспайды. Немесе құрылыс саласында сіздер білесіздер, қыс кезеңінде құрылыс процестері тоқтағандықтан жұмыскерлер уақытша 3 ай жұмыссыз болуы мүмкін. Және бұл жұмыссыздықта маусымдық жұмыссыздық деп аталады. Және де маусымдық жұмыссыздық туризм саласында кездеседі. Енді келесі білулеріңіз қажет концепция табиғи жұмыссыздық деп аталады. Табиғи жұмыссыздық ол экономикадағы ресурстарды толық пайдаланған кездегі туындайтын жұмыссыздықты айтамыз. Табиғи жұмыссыздықты есептеу үшін біз фрикционды жұмыссыздыққа құрылымдық жұмыссыздықты қосу арқылы табиғи жұмыссыздық деңгейін анықтай аламыз. Әр елде табиғи жұмыссыздық деңгейі әртүрлі болуы мүмкін. Әдетте табиғи жұмыссыздық деңгейі 4-8% аралығында болады, және бұл жұмыссыздықтың экономикаға тигізетін теріс салдары болмайды деп айтсақ та болады. Назарларыңызға рахмет.